Қайырлы кеш қыздар, бүгін нанды қалай тегіс жаю керек екенін үйренетін боламыз. Алдымен тесталарыңызды дайындап алыңыздар. Мен бұл жерде кеспеге елеген болатынмын. Жалпы бірінші дастархандарыңызға ұнды сеуіп алыңыздар да екі жағын аунатып жақсылап осылай тегістеңіздер. Өздеріңізге ыңғайлы болғанға дейін тегістеп алыңыздар. Бірақ қатты басып күш салып жібермеңіздер. Одан кейін оқтаумен осылай үстінен басып шығасыздар. Бірінші осылай басып аласыздар да. Енді қараңыздар. Жанын ғана осылай басасыздар да, ортасынан осылай домалақ қалдырып отырасыздар. Міне ортасын баспайсыздар. Көрдіңіздер ғой видеодағыдай. Жанын міне осылай басып нанды жаятын боласыздар. Ортасына тесікті домалақты байқап тұрған шығарсыздар, шикаш сияқты. Соны баспаңыздар. Бұл қазір сіздерді бірыңғай домалақ тесті жаю үшін керек болар. Енді нанды жаятын кезде осылай қатты орайсыздар. Қатты баспайсыздар, шатаспаңыздар. Қатты орап аласыздар да осылай үстінен жаймен басасыздар. Өйткені жаңағы бос орап қойсаңыздар, ортасына ауа кіріп, тесталарыңыздың формасын бұзып жібереді. Бір жері жұқа, бір жері қалың болып қалады. Осылай қатты тығыздап орайсыздар да үстінен жаймен басасыздар. Ортасын басып жүрмеңіздер, екі жағынан қатты бассаңыздар да, жақсылап бассаңыздар жеткілікті, қатты баспаңыздар бірақ. Мен бұл жерде кеспеге нанды илеген болатынмын. Сондықтан маған қатты жұқа керек емес. Осылай жаңағы қайталай бересіздер. Ал егер сіздердің тамақтарыңызға байланысты, мысалы орамада, мантыда, мысалы қатты жұқа болу керек қой. Сол сияқты осы әдісті пайдаланасыздар. Қатты тығыздап орайсыздар да, үстінен ақырындап басасыздар. Ортасын қатты басып жібермеңіздер бірақ. Сол кезде сіздердің тесталарыңыз домалақ болып шығатын болады. Міне, менің тестам жалпы осылай жайылып жатыр. Менікі уже болып қалды, өйткені мен бұны нан кескіштен өткіземін, лавшерезкадан. Сондықтан маған қатты жұқа керек емес. Ал егер сіздер осылай жұқа қылып жаю керек болатын болса, осы әдісті қайталай бересіздер. Оны егер жабысып, оны сеуді қажет ететін болса, осылай оны сеуіп отырғандарыңыз дұрыс. Өйткені нандарыңыз жабысып қалмайды. Жаңа мен сіздерге басында айттым ғой, екі жағын жаясыздар, ортасын баспай, оқтаумен басында осылай басып отыруларыңыз керек. Ортасындағы нені басып жібермейсіздер. Басында айтқан, қазір емес, енді басындағысын қайталап жатырмын, соны естен шығармаңыздар. Сол кезде нандарыңыз домалақ болып шығатын болады. Жалпы қыздар, менің тестам жалпы дайын деуге болады. Егер каналыма ұнаса, осындай пайдалы рецепттер күтсеңіздер, каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен келешекте көптеген рецепттер салатын боламын.